бір кішкентай қиыршық жері болса да көршінің жеріне кіртеп соның хақысына кететін болсаң, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, сол үшін не істейсің дейді, көршінің ақысын бересің. Сондықтан қазақ айтады, көрші ақысы тәңір ақысы, яғни ол көрші үйінде қиянат жасаудан, көршіге де жаңағындай бір былай айтқанда көршіге де залалымыз тиіп кетуден не істеп өтіппіз, барынша сақтап отырмыз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху айтып тұрған нәрсеге не шама келгенше абайлайды. Ағайын туысқанмен де жақсы болайық, ағайын туысқандармен де береке бірлігімізді арттырайық. Міндетті түрде күнде ағайын туысқандарды шақырып алып, және шай беру, оларды күнде шақырып алып, жоқ, ақырын ағайын туысқандардың ішінде болады ғой. Біреу қиналып жүрсе, шамамыз келгенше соған барып көмектесейік. Бірақ ағаларымыз және енді не дейтін болса, барып үйіне бір шай ішіп, ағаларымызбен сұхбаттасайық. В общем, былай айтқанда ағайын туысқанмен не береке бірлігімізді жақсылап, кішкене өзіміз сол ағайынмен береке бірлігімізді татуластырып, және ағайын туысқанға да осы дінімізді не істейік, ақын насихаттап, ағайынмен береке бірлігімізді нығайтайық. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, қиямет күніне сенген адам мына нәрселерді жасасын. Көршісімен жақсы болсын дейді, ағайын туысқанымен жақсы болсын дейді. Тағы не істе дейді? Қияметке шынайы сенген адамдар көршісімен жақсы болсын, ағайын туысқанымен жақсы болсын дейді. Осыған амал ету керекпіз де, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бізге айтып отқан нәрсеге баршасына не істеу керекпіз? Мән беру керекпіз. Мән бермейтін, осы кішкентай нәрсенің өзіне мән бермейтін болатын болса, осыларды біз жіберіп алатын болса, онда біз үлкен нәрсені не істейміз? Пропуск етіп боламыз да. Бұл кішкентай нәрсе болса да, бірақ бұның сауабы не? Өте үлкен. Біз ана үлкен сауапты іздеп жүріп, үлкен сауапты іздейміз деп. Ойбай, мешіт саламыз, медресе салу керек деп, үлкен оның қолымыз жеткізе алмай қалатын болса, ол жарайды, арқан ниетіміз қабыл болатын шығар. Бірақ ондай нәрсеге жете алмай да қалуы мүмкін. Бірақ біз кішкентай нәрсені не істейміз? Қолымыздан келіп тұрса, содан айым болу керек. Мысалға мен, алхамдулилля, осы жерде қандай нәрседен қолымнан, қандай мысалға осы жерде бауырларымызға жәрдем бере аламын. Мен алхамдулилля, осы жердегі бауырымыз біреу болса да, маған мысалы бір кішкентай бір жерге апартса, болмаса бір жерге көмектесіп жібер дейтін болсақ та, соған не істеу керекпіз? Барымызша қолымыздан келгенше ағайын туыс көршіге бәрінше не істеу керекпіз? Барынша көмектесейік. Бұл айтылған нәрсе, былай қарасаңыз, адамдарға айтылады, айту оңай дейді. Дұрыс, айту оңай. Бұған да ниет қылып қойсаңыз, Құдай сол ниетіңізге қарай не істей береді? Иншалла сізге сол нәрсе нәсіп қыла береді. Және көршіме бір жақсылық жасайын деп ниет қылып қойшы, Құдай сол нәрсені өзіңізге айландырып әкеп, сол көршіңізге жақсылық жасауға сізге нәсіп қылып қояды да. Қой, мен ағайын туысқанмен бір жақсы ағайындас, осы көрші туған туысқанмен бір жақсылық жасайын деп, адам баласы бір ниеттеніп қойсыншы. Құдай сол нәрсені нәсіп қылып қояды сізге иншалла. Және мешіт салам, көпір салам деп ниет қыла беріңіздер. Үлкен нәрсеге де ниет. Бірақ осындай кішкентай нәрсе болса да, ата-анамның разылығын алайын, оларға сыйлық жасайын. Қандай бір кішкентай нәрсе болса да, соған ниет қылып, жәнегендей өзіміздің қолымыздан келетіндей амал жасай беретін болса, альхамдулилля, сол кішкентай нәрсенің өзі бізге жәннатқа баруға иншалла, және Алланың разылығын табуға өте үлкен мүмкіндік болады. Алла баршамыздан разы болсын, жақсылық болсын. Аллах өткенге иман берсін, тірге береке берсін. Осы отырысымыз біз үшін қайырлы береке болсын. Рахмет.